Достар, видеоны стоқпай қойған себебім ана жақта менің ағаларым жүреді. Бұл енді ағаларым менің каналым бар екенін білмейді. Сондықтан стоқпай қойып, мына жақта жазатын мен істеп жүрдім. Бағана жазғандай, мына жақта менің коридорым. Мынау менде холодильник, мынандай бір дағдырхан, мына жерде бір шкаф бар. Мына жақта енді сөрелер, мына жерде пеш, мына жерде кран. Мына жерге бүткіл отбасымыз болып осы жерге отырып шай тамақ ішеміз. Енді мына жерге енді біз бәріміз осы жерге жиналып жата аламыз. Мына жерде енді үлкен төсек болады, диван. Осы жерге жатамыз. Сосын мына жақта бүйткен үлкен бір дәу Sony деген бір телевизор бар. Мына екі терезе ол аквариум. Енді аквариумда осылай бір Майнкрафтта сала алмадым, тек ол модпен. Мына жақта бізде екі шкаф бар. Мына бізде енді ортаңғы бөлме. Мына жерде біраз заттар бар, бірақ ол мына жерге сыйыстыра алмайды. Мына жерге екі зат қойсам, мына қарай өте алмай қалам. Мынау бізде кішкентай зал. Енді бұдан үлкен, мына жақта үлкен диван бар. Сосын тағы да бір екі шкаф бар. Сосын бір телевизор бар. Мынау бізде зал, ол жақта үлкен шкаф бар. Және де қонақтар келгенде бір үлкен бір стол түсіреміз. Достар, осы менің үйім, шын өмірде де осылай. Енді үйімнің астында ағаштар, мына жақтағы бұл енді ана жақта огород, анау-мынаулар бар. Мінекей, бұл үйді өз қолыммен тұрғыздым, енді былай көшіріп алды деп ойламаңыздар. Өз қолыммен тұрғыздым, мінекей. Менің ойымша сіздерге ұнады деп ойлаймын. Лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Ал сіздер оған Жако ТВ. Өздеріңіздің үйлеріңізді бізге комментарияға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.